Сіздерге Canva-ның ішін таныстырып кетейін. Ең бірінші кіргеннен кейін осылай плюсикті басамыз, рабочий зонамызды қолдану үшін. Мына жерде настроить размер деген бар. Өткендегідей ұзын текст, басқаша размерлер қоятын болсақ, осыны басамыз. Немесе мына жерде бізге басқаша размерлер Инстаграмға, сайттарға арналған негізі көбінесе сондай шаблондар болады. Бізге керегі осы резюме, А4 портрет размері. Мына жерге жазсақ болады, документ деп. Осылай документ деп жазған кезде А3, А4, А5 размер деп шығып тұрады. Мінекей альбомный деп шығып тұр, портреты деп шығып тұр, көрдіңіздер ме? Мынау тік форматы, мынау горизонтальный форматы. Давайте портретный размерді қарайық. Осы А4 размері. Содан соң енді бізде рабочий жұмыстар осылай астыңғы жағында жүреді. Ең бірінші міне дизайн деген тұр. Соны басқан кезде сол А4 бетке қоятын әртүрлі дизайндар беріледі. Өзімізге керек, мысалы тарих болса, осы нені алып, бетіне өзіміз жазып қолдана береміз. Мына про дегендер ақылы түрі. Мына жерде мысалы ақылы емес, соларды қолдана берсек болады, мыналарды деген сияқты. Бұл жерде дизайн жалпы. Мына жерге жазуға болады, мысалы өзіміздің пәнімізге байланысты садик болса, соған байланысты бізге дизайндар береді. Балалар ойнайтын ойындарды көрсетіп тұр, көрдіңіздер ме? Мынандайларды алуға болады, қазақшаға ауыстыруға болады, мыналарды алуға болады. Ішінде мына жерде 26 деп тұр, значит 26 ішінде документ бар деген сөз. 26 әріп болуы мүмкін. Мына жерде тоже алфавит, ағылшынның алфавиті. Біз оны қосып өзіміз жасап алсақ болады. Қазақша 42 қылып. Дизайн деген түсінікті деп ойлаймын. Осы жерге поисковикке жазамыз немізді, сыныбымызды, керек нәрсемізді, ол день рождения ма, ол жаңа жыл ма, орысша жазамыз, Новый годқа керек, тағы бірдеңеге деген сияқты. Бұл дизайн. Енді астында элементы деген бар. Бұл ең керек жер. Бұл жерде бізде әртүрлі графика, фото, видео, әртүрлі нәрселер бар. Элементайдың ішінде. Тоже поисковикпен іздеуге болады. Например, осылай іздеп көрейік. Мысал ретінде просто. Графика. Әртүрлі мынандай шариктер шықты. Воздушный шарик деп іздейік. Давайте. Мына графиканың ішіне показать все деп іздесеңіздер, осындай фонға қолдануға болатын, осындай мынаң арты прозрачный, тек қана сурет. Осылай алып біз қолдана берсек болады. Размері бүйтіп істеген кезде астыңғы жағында көрдіңіздер ме, ширина, высота деп тұр. Мынау 4-тен 1 бөлігі. Мынау А4 парақтың ортасына өстіп ыңғайластыра аламыз. Енді бұл графика. Все дегенді бассақ, аст жағында фото бар. Бұлар арты прозрачный емес, кәдімгі мынадай суреттер. Сосын мына жерде рамка деген бар. Ол рамка деген демек мынадай суреттерді осы рамкаге осылай қондыра аламыз деген сөз. Мынау пустой болып тұрады. Бұндай рамкалардың әртүрлі түрлері бар. Кітапша түрі, телефон түрі. Бұларды біз көбінесе растяжкада қолдана аламыз. Рамка. Мына жерде видео түрлері бар. Енді бізге көрнекілікке қатты видео керек емес. Просто рамка дегенге баратын болсаңыздар, сондай қолданатын түрлі нәрселер бар. Мысалы, мынадайды алсақ болады, көбінесе бізге керек болады домалақ. Оған бізге табиғаттың суреті керек болуы мүмкін.
Оны біз мына жерден төбесінен фото дегенде или мына жерден бүйтіп таңдай аламыз, показать все деп. Мультяшный болса мультяшный таңдап аласыздар өздеріңіз. Мультяшный деп жазасыздар ол кезде. Например, бір суретті ала салайық. Осы суретті просто аламыз да мынаның үстіне апарып қоямыз. Бұлармен жұмыс жасауды алдағы уақытта толық көрсетем. Мысал ретінде таныстырып жатырмын сіздерге. Осы элементтердің ішінде бізге керекті барлық нәрселерді поисковиктен іздейміз да ала береміз. Бұның поисковигі біздің қолданып жүрген Яндексіміз сияқты. Ал мына жер PowerPoint сияқты компьютердегі. Сосын астында текст деген бар. Тексті қалаған сөзімізді жазамыз. Содан кейін қасында настройкілері бар. Мінекей тексті басқан кезде шрифті бар. Әртүрлі шрифттары, қазақша шрифттарды енгізіп аласыздар. Осы жерге қалай енгізудің сабағын жіберем. Стилі бар оның. Размері. Өзіңіз қолмен осылайды бүйтіп күшейтуге болады. Цветі. Форматы. Мына жерде мінекей әріптердің арасын ашатын, мынау екі қатар болса солардың арасын ашатын былай строка. Мынандай қылып істеуге болады. Жалпы настройкілері. Эффекті. Мына жерде көбінесе біз көлеңкесі барды қолданамыз. Осындай артында размытый көлеңкелерді осылай қолданатын боламыз. Көп көрнекілікте мынаны қолданады. Анимациясы. Бұл енді слайд қылып жасайтын болсақ, қозғалатын секретін қылып жасауға болады. Біз көрнекілікте бұларды қолданбаймыз. Прозрачності. Әріптің үстінен басамыз, настройкасы астынан шығады осылай. Слойы. Бізде мысалы ең үстінде арман деген жазу тұр. Жоқ, оны емес, мына суретті немесе мына шарды. Мына суретті ең үстіне қоям десек, осылай ұстаймыз да, басып тұрып жоғары көтере аламыз. Осылай слоймен бірдің үстіне бірін ауыстыра аламыз. Осындай настройкалары в основном. Мына жеріндегі мұнаусымен ұстап қозғалтамыз, мұнаусымен бұрамыз. Дәл PowerPoint-тағыдай. Просто сәл-пәл басқа жерлерінде қозғалтатыны. Мына шрифттің высотасы, ширинасы көрініп тұр. Бізге мысалы 10 сантиметрлік жазуымыз керек деген сияқты сондай нелерді. Осыны қозғаған кезде шетінен көре аламыз, ширинасын, высотасын. Немесе размерін жазуға болады бұл жерге. Бізге 14-ші размерде керек деген сияқты.